Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Менің атым Дулат Кеңеспеков. Мен Найза лигасының жауынгерімін. Бүгін біз сіздерге менің жаттығуларымды көрсетеміз. Қасымда отырған Абзал, менің ағам, менеджерім. Ассалаумағалейкум. Біз қазір Алматы қаласындағы Найзаның офисына бара жатырмыз. Media Day. Ал Ислам, мен Найзаның офисіндамын. Кофе ішіп жатырмын. Что-то тебя не видно. Я здесь, я готов. Как дела? Отлично. Вы как? Тоже хорошо. Постарайся это қазақша айтып. Иә, селекшннан басталған. Бірде бір рекордпен келдің. Бірде бір рекордпен келдім. Жалпы бұл жекпе-жек жайлы айтатын болсақ, қарсыласым Ислам Игенов өте тәжірибелі, мықты жауынгер. Біз негізі бір-бірімізді танимыз, бірге тренировка жасағанбыз. Бұл жекпе-жек өте тартысты өтеді деген ойдамын, сенімдімін. Алдағы жоспарлармен бөлісе кетсем, мен үшін Найза лигасы номер 1 болып саналады. Қазақстанда мақсатым поезды алып, обязательно қорғап, дальше планирую за океаном драться. Дулаттың дайындығы жақсы, формасы жақсы, альхамдулилля. 2 ай сбор өтті Осетияда. Формасы жақсы, дайындық жақсы өтіп жатыр. Енді Дулат өзі вызов тастағанды жақсы көрмейді негізі. Лигаға қандай бой қызықты, сондай бой жасаймыз ғой, бұйыртса. Шама. Дулаттың салмағында, енді Найза лигасында, оның салмағында топ 10-дықтағы жауынгерлердің бәрі мықты, жалпы. Топ 5, топ 10-дықта бәрі мықты. Нокаут болуы мүмкін, бірақ енді бойда әлі білмейміз қалай болады екенін. Бірақ екеуі де мықты енді, бір-біріне құсайды екеуі де. Екеуі де жас, бойларда бірдей. Өте қызықты жекпе-жек болады деп ойлаймын. Рубка дейді ғой, сондай рубка болады деп ойлаймын өзім. Құрметті жанкүйерлер, сіздерді 29 қараша Балуан Шолақ аренасына шақырамыз. Билет алыңыздар, келіп біздің спортшыларымызды қолдаңыздар. Дулатпен жақсы араласамыз, көргенде спаррингті жасағанбыз, бір-бірімізді білеміз былай айтқанда. Бізде до этого бір салған Instagram паблик. Осыдан 2 ай бұрын ба, примерно. Осы жекпе-жек өте қалай қарайсыздар деп. Біреу мені қойса, сондай атымды атаса, мен сразу за уже. Мені ешкім просто шақырмайды Найзада. Вызов тастаған жоқ ешкім. Глубоко! Как я поддерживаю своего мужа на весогонке, это, знаете, дается очень трудно, конечно же, с поддержкой. В первую очередь, конечно, начинаются тренировки, потом вес гоняем. Там уже мы, как положено, у нас идет дисциплина сна, дисциплина уже еды, там уже вареные, все это. Диета прям строго идется. Конечно, трудно, но что ж делать, будем терпеть. 29 өткізіп алмаңдар. Өте қанды жекпе-жек болады. Мен сияқты соперникпен шыққан жоқ әлі. Полный 77-нің көп бой өткізген. Но мен 8-ші бойым. Оның соперниктері чисто дебютант, и біреу 66-ның баласы, біреу 70-дің баласы, сондай. Проверка болам деген ғой.
жақсы бой болады. Канамен жақсы бой болды негізі айтады, бірақ ол бойда мен ұтылдым деп санамаймын. Ақтаудағы қанды шайқас. Иә, сөзсіз Ақтаудағы қанды шайқас ағайын міне көз алдарыңызда өтіп жатыр. Бірінші раунд көрдіңіздер, полный статистика 63-та 2 ма по ударам, 4 минут контроль, тейкдаун 2-0, чуть андай. Затылыққа тиіп там где-то сондай болып қалды где-то, чуть. Потом только сечка ашылып, сперва затылық болды, потом... Батылдығын айтуымыз керек. Шыдап берді. Және әлде төбелесуге дайын тұр. С Кана Кульмагамбетовым это был самый экшен, который поразил всех нас в шок. Это прям было ужасно. По идее, я после этого дала ему золото, что все, я больше не буду смотреть, присутствовать. Но, как говорится, по-любому надо поддерживать. Не буду уже отказываться и там ходить, типа, ой, ислам, нет. Вот. Так все отлично. За каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая поддерживает, толкает только вперед, как бы без отказа на откат. Так что поддерживай мужчин.